Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп принципі бойынша жұмысты жалғастыруда. Бас прокуратураның бірінші қызметі мен ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлінісінің бірлескен жұмысының нәтижесінде мамырдың алғашқы 10 күндігіне бір синтетикалық және 3 фитозеркананың қызметі тоқтатылды. Қызылорда облысындағы шеп стационарлық бекетінде қызметтік ит жолаушыдан марихуана салынған ораманы тапты. Жаңақорғанда оның тұрғылықты жерін тінту кезінде 4000-нан астам каннабис бутасы бар плантация анықталды. Тұрғын үй фитолаборатория ретінде жабдықталған. Жататын бөлмесінде тағы 14 бута табылды. Тәркіленген есірткі құралдарының жалпы салмағы 55 келіден асты. Осы фактілер бойынша 91 килограммнан астам есірткі заттарын, оның ішінде 7 килограммға жуық синтетика мен есірткі өндіруге арналған 1 тонна прекурсор тәркеледі. Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.